Тіпті мынау қадір түні бізде қасиетті қадір түні бар. Қадір түнінің өзінде де мұншалықты біздің мұсылман халқы осыншалықты бұл жаңа жылды күткендей күтпейтінін сіз байқайсыз. Ал неге соншама осыған жаңа жылға біз құм болдық? Неге біз кешегі Қызылдардың мен осыған қарсымын. Ал енді тағы да сен неге қарсы дейтін болсаң, мен әсіресе ысыраптан кейінгі әңгіме осы түндегі күнәлар. Осы түнде көптеген мыңдап, жүз мыңдап күнәлар жасалады, миллиондап күнә жасалады. Күнә жасалатын күн ең қасиетті түн қадір түні болса, біздің қазақ еліміздегі ең қасиетті түн қадір түні болса, ең қасиетсіз түн осы 31-ші түні жасалатын түн. Бұл түнде көптеген күнәлар жасайды. Бұның күнәнің ең ішіндегі жаманы әрине ол арақ. Әлгі шампан деген нәрсесі бар, соны атады, басқа қылады, оны барып өзінің ұрпағына үйретеді, олардың қолына ыстаған сатады. Бұлардың барлығы айналып келгенде орыстың қалаға айналып келгенде, орыстың мәдениеті, орысша мәдениет. Осыны қалайсыз? Мен алашпын дейсіз, мен қазақпын дейсіз, мен ұлтшылмын дейсіз. Сіздің ұлтшылдығыңыз қайда қалды? Сол түні сіз вальс билейсіз, ұлтшылдығыңыз қайда қалды? Сіз сол түні бала шағаңызбен шарап ішесіз, арақ ішесіз, ұлтшылдығыңыз қайда қалды? Мен осыған қарсымын. Сол түні жаппай арақ ішу бас белең алады. Мінеге сондықтан да мен бұл жерде айтпақшымын. Әрине, ол жаңа жылда егерде өзінің бір шамасынан тыс, арақсыз, шарапсыз былай тек қана сіздерге тілек айтып жатса, басқа жатса, бір лебіз ретінде қабыл етуге болады. Жаңа жыл құтты болсын десе, ол бір осы жаңа жылда сендерге бақыт тілеймін, Алладан бақыт тілеймін деп жатса, оған жауап берген ешқандай да бір сөкеттігі жоқ. Бірақ менің қарсы болатын сол түні, сол 12-де, сол түндерде тұрып алып, қолдарына ұстағанын ұстап, тілек тілейтіндері маған ұнамайды. Соншалықты күні. Ал енді бұл не істеу керек? Жалпы мынау өзін мұсылманмын дейтін, өзін қазақпын дейтін адамға не істеу керек дейтін болсақ, айтарым мынау енді. Біз сонау студент кезімізде осындай түндерінде сағат 12-нің уақыттары ғой. Сол уақытта мысалға кейде бір ұйықтап тұрып, сол уақыттарда 12-нің уақыттарында бір 2 рәкат намаз оқып, сол артынша дұға қылатынбыз. Дәл сол уақытта. Немесе әлгі құтпан намазын сол уақытта оқитынбыз. Сол уақытқа дейін әкеліп. Сөйтіп, сол уақытта тұрып, құтпан намазын оқып отырып, немесе ұйықтап тұрғаннан кейін ол тәһәжүд намазы да болуы мүмкін, түнгі намаз да болуы мүмкін. Сол оқып, дәл сол уақытта олар арақ ішіп жататын болса, бір уақытта жаппай бірдей мынандай нәрсе бар. Жаппай бірдей жамағаттар тұрып алып, мыңдаған адамдар, миллиондаған адамдар тұрып алып, егер дұға қылатын болса, олардың дұғасы қабыл болады. Егер олар бәддұға қылатын болса, яғни теріс бата жасайтын болса, Алла Тағала бізге қарғыс ет деп дұға қылатын болса, ол дұға да қабыл болады. Өйткені осыншалық миллиондаған адам барлығы қолын жайып, қолына стақан ұстап, Алладан қарғыс тілеген уақытта, әрине бұл да дұға қабыл етуі мүмкін. Мінеге сондықтан да осы түні дәл сол уақытта 12-де жамандықтардың жасалған уақытында, яғни арақтың, шараптың ішкен уақытында, сіздер, мұсылмандар, өзін қазақпын деп санайтын адамдар, кісілер, сол уақытта қолдарын жайып тым құрса Алладан дұға қылсаңыз, Алла Тағалам, менің пайғамбарымыз дәл айтқандай, бұл қауымым, бұл елім әлі де иманға толық келе алған жоқ. Бұлардың арасында, тойлап жатқандар арасында қажылар да бар, 5 уақыт намаз оқитындар да бар. Бірақ олар сол әлгі шарап ішкендердің, арақ ішкендердің арасында отыр. Мінекей, ал сол арақ ішкен, шарап ішкен қазақтардың өздері де сені жөндеп дұрыстап тани алмайды. Егер дұрыс таныса, кешегі ата-бабамыздың дәстүрлі исламды дұрыс таныса, бұлай болмайтын еді. Сондықтан пайғамбарымыз айтқандай, Аллахумма фағфир қауми файнахум ла яғламун дегендей, мен мына елімді кешір, осы түнде жасалған күнәларды халқымнан кешір, бізге жақсылық бер, бізді мың бір пәледен деп, осы түндерді көбірек дұға қылса, онсыз да сіздер дұға қылып жатырсыздар ғой, осы дәл сол уақыттарда дұға қылсаңыз, иншалла елімізге келіп жатқан келетін бір пәлекеттерден Алла Тағала өзі сақтайды ғой деген үміттемін. Бұл түнде көптеген күнәлар жасайды. Бұның күнәнің ең ішіндегі жаманы әрине ол арақ. Әлгі шампан деген нәрсесі бар, соны атады, басқа қылады, оны барып өзінің ұрпағына
үйретеді, олардың қолына ыстаған сатады. Бұлардың барлығы айналып келгенде орыстың қалаға айналып келгенде орыстың мәдениеті, орысша мәдениет. Осыны қалай сіз, мен алашпын дейсіз, мен қазақпын дейсіз, мен ұлтшылмын дейсіз, сіздің ұлтшылдығыңыз қайда қалды? Сол түні сіз вальс билейсіз, ұлтшылдығыңыз қайда қалды? Сіз сол түні бала шағаңызбен шарап ішесіз, арақ ішесіз, ұлтшылдығыңыз қайда қалды? Мен осыған қарсымын. Сол түні жаппай арақ ішу белең алады. Мінеге сондықтан да мен бұл жерде айтпақшымын. Әрине, ол жаңа жылда егерде өзінің бір шамасынан тыс арақсыз, шарапсыз былай тек қана сіздерге тілек айтып жатса, басқа жатса, бір лебіз ретінде қабыл етуге болады. Жаңа жыл құтты болсын десе, ол бір осы жаңа жылда сендерге бақыт тілеймін, Алладан бақыт тілеймін деп жатса, оған жауап берген ешқандай да бір сөкеттігі жоқ. Бірақ менің қарсы болатыным сол түні, сол 12-де, сол түндерде тұрып алып, қолдарына ұстаған ұстап, тілек тілейтіндері маған ұнамайды. Соншалықты күні. Ал енді бұл не істеу керек? Жалпы тіпті мынау Қадыр түні бізде қасиетті Қадыр түні бар. Қадыр түнінің өзінде де мұншалықты біздің мұсылман халқы осыншалықты бұл жаңа жылды күткендей күтпейтінін сіз байқайсыз. Ал неге соншама осыған жаңа жылға біз құм болдық? Неге біз кешегі Қызылдардың мен осыған қарсымын. Ал енді тағы да сен неге қарсы дейтін болсаң, мен әсіресе ысыраптан кейінгі әңгіме осы түндегі күнәлар. Осы түнде көптеген мыңдап, жүз мыңдап күнәлар жасалады, миллиондап күнә жасалады. Күнә жасалатын күн, ең қасиетті түн Қадыр түні болса, біздің қазақ еліміздегі ең қасиетті түн Қадыр түні болса, ең қасиетсіз түн осы 31-ші түні жасалатын түн. Мынау өзін мұсылманмын дейтін, өзін қазақпын дейтін адамға не істеу керек дейтін болсақ, айтарым мынау енді. Мынау біз сонау студент кезімізде осындай түндерінде сағат 12-нің уақыттары бар. Сол уақытта мысалға кейде бір ұйықтап тұрып, сол уақыттарда 12-нің уақыттарында бір 2 рәкат намаз оқып, сол артынша дұға қылатынбыз. Дәл сол уақытта. Немесе әлгі құтпан намазын сол уақытта оқитынбыз. Сол уақытқа дейін әкеліп, сөйтіп, сол уақытта тұрып, құтпан намазын оқып отырып, немесе ұйықтап тұрғаннан кейін ол тәһәжүд намазы да болуы мүмкін, түнгі намазы да болуы мүмкін, сол оқып, дәл сол уақытта олар арақ ішіп жататын болса, бір уақытта жаппай бірдей мынандай нәрсе бар. Жаппай бірдей жамағаттар тұрып алып, мыңдаған адамдар, миллиондаған адамдар тұрып алып, егер дұға қылатын болса, олардың дұғасы қабыл болады. Егер олар бәттұға қылатын болса, яғни теріс бата жасайтын болса, ей Алла Тағала бізге қарғыс ет деп дұға қылатын болса, ол дұға да қабыл болады. Өйткені осыншалық миллиондаған адам барлығы қолын жайып, қолына стақан ұстап, Алладан қарғыс тілеген уақытта, әрине бұл да дұға қабыл етуі мүмкін. Мінеге сондықтан да осы түні дәл сол уақытта 12-де жамандықтардың жасалған уақытында, яғни арақтың, шараптың ішкен уақытында сіздер, мұсылмандар, өзін қазақпын деп санайтын адамдар, кісілер сол